Кубадан келгендер ғой деймін. Қазақстан! Құрметті достар, бүгінгі влогымыздың қызығы бұл жақтан әр ұлттың өкілдері өздерінің өнерлерін, өздерінің тағамдарын барлығын таныстырып, дәл осындай өнерпаздармен бірге сахнада өнер көрсетіп жатыр. Осындағы студент қыздар дайындалып қайталап жатыр. Ал сізге сәттілік, бүгінгі сахналарына жеңілдік тілейміз. Сол себептен де сіздер де комментарияға жаза кетіңіздер. Барынша жоғары деңгейде өздерінің көңілдеріне шығатын, халықтың көңілінен шығатын керемет деңгейде өнер көрсетіп шығуларына тілектеспіз. Өзіміздің қазақтың туын ұстауы ойбай деген рух деген потолок болып тұр ғой, рух деген потолок болып тұр ғой. 300-400 шақырым жол жүріп мінекей қазақ бауырларымыз келді деп үлкен қолдаумен келіп қапты. Қазақты біз қолдамасақ кім қолдайды жалпы? Қазақ бір-бірін қолдап жүру керек. Қашан басталады? Память болып қалатын болды ғой. Әні шығады, міне шығады деп қайта-қайта көрсетіп отырмын. Шығарам, бәле шығарам мен. Аньон, о, күшті. 2023년도 제5회 이번 달 국정 ойбай 수상자는 총 42분이십니다. 네, 수고하겠습니다. 대한민국 귀화 증서. қазақ жалпы асығып кешігіп жүрмесек қазақ болмайды. Анекдот, короче. жүрген анекдот 그렇지. 네, 예정입니다. 자, 여러분 제가 글로벌 캐더미 마요. 네, 여러분 먼저 사진 촬영하겠습니다. 활짝 웃어주세요. Please make a big smile. Виппыла, ай. Прямой эфир болып жатыр жақта. Қазақстандағы қазақтарға 700 адам отыр. 700 адам қарап отыр. Ой, бұл. Қыздар қосыламыз. Тастаған кезде біздің палуандар 10 рет бір-бірлерін қадап үлгеріп жатыр. Құдалық болып жатыр, той, ойбай, масқара. Достар, көрдіңіздер осындай Корея шаһарында керемет осындай көңілді, былай айтқанда кеш болды, керемет қызық болды жалпы. Өзіме қатты ұнап жатыр. Тамаша болып жатыр. Короче, нағыз ғой, құйып бер деген ғой, короче. Құйып бермей ақшасын сатып жатыр да ма? Айтамын да мен, қазақ сұрап тұрған екен тегін беру керек қой. Ол басқа елдерге сатасың. Басқа адамдарға сатасың, маған тегін беру керексің ғой. Рахмет. Рахмет.
Үлкеніне құйып бере алмайсың, ә? Boş aynamayın. Kişkine atmosferanı isteye koydum. Ne damdı oldu siz benim zarga canlı. Рахмет. Ассалаумағалейкум, тектілікпен тамырлас, кемелдікпен бірлікте салды ағайын. Өздеріңізді игі жақсылардың жүзін көріп отқан өзінде қатты қуаныштымын. Мінекей алыстан Қазақстан елінен Ақтөбеден келіп отқан құрметті қонақтар, келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Төбелестің ортасынан келген бала қаяға болсар білмейді деп жатыр, иә? Енді төбелестің ортасынан келмесем де бір жиынның ортасына қарай келіп қалыппын. Енді дәл осындай формамен алдымызға шығып, тақылдап сөйлеп тұрған қай бала демеңіздер, есімім Абдолла болады, өзін таныстыра кетейін. Енді бағана ақбелерді зайып жатыр, бұл Корея шаһарынан тамадан табу қиын. Сол себепті барымызды, нарымызды киіп, үстіміздегі киімімізге қарамаңыздар, сөзіміздің түйініне қарап баға беріп отырсаңыздар, иә? Сөз болса сіздерден қошемет болса, иә? Микрофон қолға жорғалата жөнелгенге риза болдым. Жорғалатып, жорғаның жүрегі ол арасында. Алғыс әкеге, алғыс жас пен кәріге, алғыс бауырға, алғыс ауылға, алғыс елдің бәріне. Әр жақсыдай, бәрі жақсы көрінер алғашқыдай. Күміс құмарай, отта тұрғадай, Айналай көзіңнен ашып жұмғанай, бекзаттарым-ай, жекжаттарым-ай, жекжат болып алдыңа кеп жатқаным-ай. Абдулланың оқырмандарына жалынды сәлем Кореядан. Тек қана ауырмаңыздар. Ауырмаңыздар, жасай беріңіздер. Рахмет.